Сәлем достар, сіздермен бүгін дәл осындай керемет бифштекс дайындайтын боламыз. Өте дәмдері ерекше болады. Ең алдымен котлетамыз үшін нанымызды суға бұқтырып аламыз. Ол үшін нанымызды бөліктерге бөліп, ыдысымызға салып үстінен су құйып, тарелкамен бұқтырып қоямыз. Мен дәл осылай бұқтырып қойдым. Енді күрішімізбен гречкамызды 100 грамнан өлшеп аламыз. Және таза ыдысқа салып, жуып, газға су құйып, тұз салып қоямыз. Картоплымызды да газға қоямыз пісіруге. Енді котлетамызды дайындап аламыз. Фаршымызды, туралған пиязымызды саламыз. Сарымсағымызды үткіштен өткізіп аламыз. Тұз, қара бұрыш, зира салып, жаңағы дайындап қойған нанымыздың суларын сығып алып саламыз. Енді жақсылап котлетамызды араластырып аламыз. Араластырып алдық, енді котлеталарымызға форма беріп аламыз. Достар, керек заттардың барлығын описаниеға жазып қалдырамын, сол жерден қарап жасай аласыздар. Менің каналымда басқа да тағам түрлерінің рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Осылай әдемілеп формалар беріп алғаннан кейін қуырып алатын боламыз. Формаларымызды да беріп алдық. Енді газға табамызды құйып, майымызды құямыз. Енді котлеталарымызды бірінен кейін бірін салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді артқы жағы қызарғаннан кейін аударып, тағы қызартырып үстін жауып қоямыз. Котлеталарды қуырып жатқан кезде газымыз төмен болуы керек. Мен 2-3 рет котлеталардың үстін жауып 3-4 минуттен пісіріп алдым. Сіздер де үстін жауып пісіріңіздер, міндетті түрде. Тағы бір аударып пісіріп алайын дедім. Ал біздің котлеталарымыз дайын болды. Енді ыдысымызға аламыз. Дәл осылай қалған котлеталарымызды да қуырып алатын боламыз. Біздің картоплымыз пісті. Енді жақсылап езгімен езіп аламыз. Картоптың барлық суын төгіп жібермейміз, кішкене суын алып қаламыз. Өйткені төгіп жіберсек құрық болып қалуы мүмкін. Енді ертіп алған сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін керекті заттардың барлығын дайындап алдым. Ең алдымен ұнымызды газда құрық табаға салып, жақсылап қызартырып қуырып аламыз. Біздің соусымыздың ерекшелігі де дәл осы ұнымызды қуырып алғанымызда. Ал ұнымызды да қызартырып қуырып алдық, енді аламыз. Табамызға май құйып, кішкене фарш салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Және туралған пиязымызды салып, тағы жақсылап қуырып аламыз. Енді тұз, қара бұрыш, зираны салып қуырып аламыз. Кішкене томатный паста саламыз, және қуырып аламыз, араластырып. Енді сәбізімізді салып, жақсылап қуырып алғаннан кейін суымызды құямыз. Енді қайнағанша үстін жауып қоямыз. Жаңағы ұнымызға кішкене су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде дәл осындай сұйық масса болады. Біздің соусымыз да қайнады. 5 минут қайнағаннан кейін жаңағы араластырған ұнды массамызды салып, жақсылап тағы 15 минут қайнататын боламыз. Енді пісіріп алған массаларымыздың барлығын тарелкеге әдемілеп салып аламыз және үстінен соусымызды құямыз. Дәл осындай керемет тағам болады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ал достар, сіздерге сәттілік.